Сәлеметсіздер ме балалар? Оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан ішкі суларының түрлері. Сабағымыздың мақсатымыз Қазақстан ішкі суларын топтастырамыз, талдаймыз, сипаттаймыз. Өзендер мен көлдердің мұздықтары мен мәңгі тон жер асты сулары. Өзен жүйесі мен өзен алаптары Қазақстан аумағында ірі ұсақты 85 мың өзен бар. 1000 километрден асатын 7 мың ірі өзендер бар. Олар Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Іле, Шу өзендері болып табылады. Мынау өзен суының шығыны. Су шығыны дегеніміз өзеннің су қимасының 1 секунд ішінде ағып өтетін су мөлшері. Су шығыны метр куб секунд есебімен өлшенеді. Өзендер бойынша алаптар: Солтүстік мұзды мұхит алабы, Каспий теңіз алабы, Арал теңіз алабы және Балқаш Алакөл алабы кіреді. Қазақстанның өзендері: Солтүстік мұзды мұхит алабы және ішкі тұйық көлдер алабы кіреді. Және мына берілгендей барлық өзендер: Балқаш Алакөл көлдер жүйесі Қазақстанның оңтүстік-шығысында өзендер кіреді. Қаратал, Лепсі, Ақсу, Іле, Тентек, Сарқан, Тасқан өзендері кіреді. Өзен алаптары: Каспий теңіз, Батыс Қазақстан өзендері кіреді. Арал теңіздің алаптары оңтүстік және орталық Қазақстан оңтүстік бөлігінің өзендері жатады. Олар Сырдария, Арыс, Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз, Талас өзендері кіреді. Қазақстан көлдері: Қазақстан аумағында ірі ұсақты 48 мыңнан астам көлдер және 3 мыңға жуық бөгендер бар. Және мына алдарында кестеде көрсетіп тұр. Қазақстандағы көл сулары: ағынды, ағынсыз, тұйық. Көріп отырсыздар, ағынды Байкал, Ладогалар кіреді. Көлдердің үш бөліктері: тектоник көлдер, реликті көлдер және мұздықты көлдер кіреді. Құрғақшылықтың аймақтарда көл суы түгелдей булануда кетеді, түбінде тек тұз қалады. Мұндай көлді тұнба неше шөкпе көл деп атайды. Су құрамындағы тұздылықтың промилімен өлшенеді. Көлдер түрлері: тектоникалық, бөген, қалдық, ескі арна, жанартаулық. Бөген көлі: тау опырылып өзен аңғарын бөгеп тастаған кезде пайда болған көлдер. Мысалы, үлкен Алматы көлі, Памирдегі Сарез көлдері кіреді. Қалдық көлдер: бір кездердегі теңіздердің орны қалдық көлдер алып жатады. Оған Каспий, Арал теңіздері осындай қалдықты көлдер жатады. Зайсан да жатады көлдерге. Тектоник көлдер: тау жасалу үрдісінде пайда болған терең көлдер, олардың пішіні ұзын болып келеді. Мысалы, Байкал көлі, Ыстық көл, Зайсандар. Жанартаулар көлдер: сөнген жанартаудың кратерлеріне жанартаулық көлдер пайда болады. Мұндай көлдер Курил аралдары мен Камчатка түбегінде кездеседі. Қазақстанның көлемі жағынан үшінші орын Балқаш көлі. Бұл көлдің басты ерекшелігі: оның батыс бөлігі суы тұщы, шығыс бөлігі суы ащы. Европа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл бұл Каспий теңізі болып картада бейнеленген. Каспий көлі арқылы Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Иран мемлекеттерімен шектеседі. Мына алдарында тұрған Қазақстанның ішкі сулар картасы бейнеленген. Бұлақта толық мағлұматтар беріліп тұр. Қандай көлемде, қандай мөлшерде екен. Енді сендерге сабағымыздың соңында берілген тапсырмаларды орындап келеміз. Өзіңдер қай алапқа кіреді, яғни осы түрінде жазып кел. Және бекіту: тұжырым дұрыс па әдісі, яғни берілген тақырыптарын белгілеп шығамыз. Мына кестені толтырамыз. Әр өзен берілген ішкі алаптары: Каспий теңізі, Арал теңізі, Балқаш көлдері. Яғни бүгінгі сабағымыз бойынша рефлексия: нені білдім, қандай алаптарды білдім. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.